Сәлеметсің бе досым? Сенің назарыңа ағылшын тілін үйренуін сабақ 3 сыныбының факультатив сабағы. Сабақтың тақырыбы to be етістігі. Бүгін біз енді өткен шақта to be'нің түрлерін қараймыз. Okay, are you ready? Let's go! Бүгін сабақта сен біле аласың мені to be етістігінің өткен шақтың түрлеріне. To be етістігі ол бізде есінде болса, бірінші сабақты қарасаң, сен білесің бе? To be ол бізде бар, болу деген сөзді білдіреді. Және шақтарды қарап шығар, иә? Осы шақ ол бізде бүгін болатын, немесе қазір болатын әрекетті білдіреді. Өткен шақ ол бізде кеше немесе өткен әрекетті білдіреді. Кеше болған, былтыр болған мысалы осындай әрекетті білдіреді. Келер шақ ол бізде болашақта болатын әрекетті білдіреді. Енді қарайықшы бізде осы шақта қалай болады екен бізде түрлері, иә, to be етістігінің. Am және is және are. Енді қарайықшы қай жерде ол бізде болады екен, иә? Өзі келісімдіктерді қарап шығайықшы. Есімізге түсірейік. Өзі келісімдіктер қандай болады, иә? I, мен, he, ол, she, ол, it, бұл, иә, бұл, ол. Және көпше түрде we, біз, you, сіз, they, олар деген сөз. Енді I am болады, иә, осы шақта to be етістігінің түрі. He, she, it, is болады, иә. Және we, you, they, are болады, иә. Енді өткен шақтың түрлерін қарайық, иә. Өткен шақтың to be етістігінің түрін қарайық. Енді бізде was және were екі түрі болады, иә. Ол дегеніміз не? To be етістік infinitive. Ол бізде to be, ол бізде infinitive, иә. Ол бізде бастапқы формасы, иә, түрі. Ол бізде өткен осы шақта, өткен шақта және келер шақта оның түрлері, бұл to be етістігі қалай? Өзгереді, иә? Мысалы, өткен шақта бізде was және were болады. Осы шақта қалай болды екен? Есіме түсір. Am, is және are дұрыс. Өткен шақта was, were, иә? Was және were. Ал енді қарайық, өздік есімдіктерге байланысты қалай болады екен, қалай тұрады екен, міне, иә? I was, мен болдым деген сөз, иә? He was, ол болды. She was, ол болды, қыз бала, иә? Және it was, ол болды, иә, was, окей? Және көпше түрдің есімдіктерде барлығы болады were. We were, you were, they were, иә? Біз болдық, сіз болдыңыз, олар болды деген сөз, иә? Тағы да қарап шығайық. I was, he, she, it was, we, you, they were. Мұнда өте оңай, иә? Бізде ғана жекеше түрде was болады бізде, иә? Ал көпше түрде were болады. Және you, сен деген өздік есімдікпен ол да were болады. You were, сен болдың деген сөз, иә? Ал енді мысалдарды қарайық, иә? Мысалы, міне to be етістігі. I was a teacher. I was a teacher дегеніміз не? Мен мұғалім болдым. I was a teacher. He was a doctor. He was a doctor. Ол кім болды? Ол дәрігер болды. It was a dog. It was a dog. Бұл не болды? It болды. She was in the street. She was in the street. Ол қайда болды? Ол далада болды. We were pupils. We were pupils. Біз оқушылар болдық. They were good pupils. Олар қандай оқушылар болды? Жақсы оқушылар болды. Ал енді to be етістігінің теріс түрін қарайықшы, қалай
құрылады екен, иә? To be теріс нысаны. Ол дегеніміз to be етістігіне not кішкентай қосымшасын қосу керек, иә? Міне қара, мысалға қара. I was not a teacher. I was not a teacher. Мен мұғалім болған жоқпын, иә? Мұнда қараш. I was a teacher. Енді ол мен болдым, мен мұғалім болдым, иә? Ал осы жерде мен мұғалім болмадым, иә? I was not a teacher. She was not a doctor. Ол дәрігер болмады. He was not дегеніміз емес, немесе болмау деген түрде. Was not болмады. He was not a doctor. Ол дәрігер болмады. It was not a dog. Бұл ит емес. Ит болмады, иә? Бұл ит болмады. She was not in the street. Ол әйел адам немесе қыз бала, иә? Ол қайда болмады? Ол далада болмады, иә? Not алсақ, she was in the street болады, иә? Ол далада болды. Ал енді was not болса, бізде she was not in the street. Ол далада болмады. Ол болмады. Теріс нысанын білдіріп тұр. We were not pupils. Біз оқушылар болмадық, иә? They were not good pupils. They were not good pupils. Олар жақсы оқушылар болған жоқ, иә? Осылай біздің to be етістігі теріс нысаны осында болады. And now let's make some exercises. Open your copybook and take a pen. Write date and start doing exercises. Do every exercise separately. Good luck. And when you are done, just take a picture and show or send me by WhatsApp, okay? Let's go. Ал енді бірнеше жаттығу орындар, иә? Өткен шаққа тигіз. Міне. Мұнда не істеу керек? Мұнда не істеу керек екен? Мұнда көптің орнына не істеу керек? Дұрыс to be етістігінің өткен шақтың түрін жазу керек, иә? Салу керек. Бұны дәптерде бүкіл сөйлемді дұрыстап жазу керек, иә? Келесі тапсырма. Мұнда to be етістігінің осы шақта өткен шаққа айналдыру керек, иә? Мысалы, бұл бізде өткен жаттығу, бұны сендер істедіңдер. Ал енді мынау етістігі осы шақта тұрып тұр, иә? Бұны біз не істейміз? Өткен шаққа айналдырамыз. Мысалы, I am Kate, I was Kate болу керек, иә? Я осылай істеу керек. Барлығын қарап ұстап қарап. Келесі тапсырмамыз. Бұл тапсырмалар, иә? Okay. I hope you like this lesson. Thank you for your attention. Well done. Bye. Bye-bye.